Сіздерге бүгін айтқым келіп отырғаны, көптеген мұсылмандар мынаған мән береді. Санға мән беріп, сапаға мән бермейді. Сан мен сапа екі нәрсе. Рамазанда кей мұсылмандар былай деп жатады: мен Құранды бір рет хатым еттім. Мен 8 ракағат тахаджуд оқыдым, 12 ракағат тахаджуд оқыдым. Олар санға мән береді. Мен Құранды 3-ші рет хатым жасап жатырмын. Олар санға мән беріп жатыр, сапаға емес. Сапа дегеніміз санға қарағанда маңызды. Мұны бәрі біледі. Жай ғана бизнес алайық. Сіз 500 мың зат сатсаңыз, сататын болсаңыз, бірақ 500 мың зат сатқаннан кейін шамамен 20 мың доллар немесе 30 мың доллар алдыңыз делік. Иә, бар болғаны 20-30 мың доллар таптыңыз. Ал басқа бір адам 5-ақ зат сатты. 5-ақ зат сатып ол 50 мың доллар тапты. Бірінші адам 500 мың зат сатып 20-30 мың доллар тапса, екінші адам 5 зат сатып 50 мың доллар тапты. Сонымен кімдікі көп болады? Кімдікі көп? Біріншісі ме, екіншісі ме? Әрине, екіншінікі. Бұл бәріне түсінікті. Сіз қанша зат сатқанға қарамайсыз. Қанша затыңыз қайтарылғаны маңызды емес. Сіз түскен табысқа қарайсыз. Тапқан табыс әрдайым маңызды. Қанша зат саттыңыз, не нәрсе саттыңыз, қайда сатасыз, бұлар маңызды емес. Ең соңында қолыңыздағы қағазға жазылған табыс мөлшері маңызды. Кейбір мұсылмандар Құранды көп деп оқиды. Құранды 5 рет, Құранды 3 рет, Құранды 10 рет, одан да көп оқып жатады. Бірақ есеп шотыңызға түсетін пайда белгілі сандар жазылып тұрады. Ал басқа бір мұсылмандар Құранды бір-ақ рет оқиды, бірақ оны сапалы жасайды. Сол сапамен жасалған амал оған көбірек пайда береді. Абдулла ибн Аббас былай деген: Алланың алдында 2 ракағат намазды ықыласпен оқуым менің түні бойы Алланың алдында ықылассыз намаз оқуымнан артық деген. Пікірлеп көріңіз. Ықыласпен 2 ракағат оқу бұл сапа. Түні бойы ықылассыз оқылған намаз бұл сан. Сан мен сапаны салыстыратын болсақ, қайсысы маңызды? Әрине сапа. Алла қасиетті Құранда: мен қиямет күні сендердің амалдарыңды өлшеймін. Алла қанша амал істегеніңді санаймын деген жоқ. Егер Алла амалдарыңның санына мән беремін дегенде, онда бәріміз санға мән берер едік. Алла олай демеді. Алла тағала: мен амалдарыңды өлшеймін деді. Бір нәрсені өлшеуге келетін болсақ, субханалла, бәріміз білеміз ғой. Бір қорап үйіңізге әкелінсе, осындай көлемде. Егер ол өте жеңіл болса, ішінде мақта, ішінде бірнеше жеңіл заттар болса, оны оңай көтересіз. Оны кішкентай бала да көтереді. Бірақ әлдеқайда кішірек қорап әкелінсе, осындай қорап беріп, осындай ғана. Бірақ ішінде алтын құйма болса, елестетіңіз, ол заттар қандай ауыр болады. Бірақ ешқашан көтеріп көрмеппін. Егер алтын құйма болса, сіз оны екі қолыңызбен көтеріп, бүкіл бұлшықеттеріңізді жұмылдырып тасымалдайсыз. Неге? Себебі ол заттың маңыздылығына, сапасына байланысты. Елестетіңіз, қиямет күні Алла тағала көптеген амалдарымызға назар салады. Ниетімізге, ықыластылығымызға, түсінігімізге, білімімізге. Алла сондай-ақ жұмсаған күшімізге, жігерімізге қарайды. Алла тағала біздің амалды қалай істегенімізге, біздің табандылығымызға, Алланы қаншалықты жақсы көргенімізге мән беріледі. Амалды Алла үшін істедік пе? Қалай? Біз миымызды қолдандық, жаман ойлардан сақтадық па? Бүкіл нәрселер есепке алынады. Бұл сапаға қатысты нәрселер. Мүмкін біз білім алған шығармыз. Сөйлеген кезде ойланып, жақсы сөйлеген шығармыз. Осы нәрселердің әр қайсысы бізге келесі деңгейдегі сауапты келеді. Басқаша оларды көре алмас едік. Сондықтан, Алла тағалаға құлшылық ететін болсақ, сапаға мән беріңіз, санға емес.